Армысыздар, Дені сау арнасының көрермендері. Біз бүгін бастағы бит және оны қалай тазалауға болады, сол жайында әңгіме қозғаймыз. Бастағы бит адамның басында ғана тіршілік ететін жәндік паразит. Оның жұмыртқасы сірке. Аналық бит күніне 3-7 жұмыртқа жарып, шаштың түбіне қалдырады екен. Көптеген аналардың басты мәселесі балабақша мен мектепте баласының бит сіркені жұқтырып және оны тазалау үшін қауіпке бастыге отырып, бүгінгі таңда күресіп келеді. Біз үй жағдайында қалай бит сіркені тазалау керек жөнінде әңгіме қозғаймыз. Арнама тіркеле кетіңіз. Уксусты бірге-бір сумен араластырып, шаштың түбіне жағып, шашты дымқылдандырып, майда тарақпен тарасаңыз, сірке әлсізденіп, тез тазарады. Келесі вазелин. Вазелинді шаштың түбіне жағып, шашты майландырып, оны да майда тарақпен тарайтын болсаңыз, битте сіркеде өзі әлсіздік танытып, тез тазаратын болады. Және келесі бір бит тазалаудың ең оңай жолы үлкен ересек адамдарға түрлі химиялық аммиакқа толы шаш бояуларымен шашты бояу. Бұл да бит сіркені уландырып, майда тарақпен тарасаңыз, бит тез таранады. Келесі фен. Осы феннен бөлінетін ыстық градус бит сіркенің өлуіне және әлсіздік танытып жойылуына бірден бір әсерін береді.